ежелгі Македония Балқан түбегінің, яғни Грекияның солтүстігінде орналасқан. Екінші Филипп біздің заманымыздан бұрынғы 382-336 жылдары билік еткен болатын. Және де біздің заманымыздан бұрынғы 356 жылы ақша реформасын қабылдайды. Астанасы қандай болады? Феолар қаласы, және әскері фаланга деп аталады. 16 қатар, найзаларының ұзындығы 6 метр. Және де ақсүйектер ат әскерлерді құрған болатын. Бірақ екінші Филипп қайтыс болғаннан кейін таққа оның ұлы Александр патша билікке келеді. Біздің заманымыздан бұрынғы 326-323 жылдары билік еткен болатын. Енді Александр Македонскийдің жалпы жорықтары, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 334 жылы Граникте, біздің заманымыздан бұрынғы 333 жылы Иссада шайқастар болады. Біздің заманымызға дейінгі 331 жылы Гавгамелы шайқасы болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 332 жылы Египетті соғыссыз бағындырады. Негізінен Гавгамелдің шайқасының алдында Египетті басып алған болатын. Және де біздің заманымызға дейінгі 330 жылы Орта Азияға шабуыл жасайды. Одан кейін Фарос аралында Александрия қаласының негізі қаланады. Және де біздің заманымызға дейінгі Вавилон қаласын 323 жылы, біздің заманымызға дейінгі 325 жылы Вавилон қаласын Македонияның астанасы болады. Біздің заманымызға дейінгі 323 жылы Азияның патшасы атанған Александр Македонский қайтыс болады. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда, яғни Александр Македонскийдің қазасынан кейін Македония, Сирия, Египет мемлекеттері жеке-жеке бөлініп кетеді. Және де бағана айтқан Фарос шамшылары биіктігі 111 метр болды. Александр қаласындағы көшелердің ұзындығы 6 километр. Біздің заманымызға дейінгі 215 жылы 700 мың папирусы бар кітапхананы екінші Птолемей салған болатын. Және де ол жерде Архимед, Сицилиядан келген Архимед қызмет еткен. Ал Полибий болса 40 кітаптар, яғни 40 кітаптан тұратын дүниежүзі тарихын жазған болатын. Осылайша ежелгі Македонияның тарихы қысқаша түрде сендерге айтып бердім. Түсінікті ғой? Жақсы.